Егер сіз салмақ тастап жүрген болсаңыз, макароннан бас тартудың қажеті жоқ. Барилла деген макаронды аптасына 2-3 рет жесеңіз болады, тек оны дұрыс дайындаудың жолын білсеңіз болды. Ешқандай майға қуырмай дәмді домашний макарон дайындайтын боламыз. Мен осылай тамақтану арқылы салмақ тастап жүрмін. Барлық ингредиенттерді өзіміздің қалауымызға қарай турап аламыз. Барлығын турап болғаннан кейін сковородканы орташа отта қыздырамыз. Ешқандай май құймаймыз. Сковородка қызғаннан кейін ең алдымен сарымсақты саламыз. Сарымсақтың бетіне тауық етін салып, жақсылап араластырып, сковородканың бетін жауып қоямыз, жақсылап бұқтырамыз. Шамамен 10 минуттан кейін сарымсақ пен тауық еті жақсылап бұқтырылғаннан кейін дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлық көкөністерді біртіндеп салатын боламыз. Ең алдымен тәтті бұрышты, одан кейін помидорды салып, барлығын жақсылап араластырып, қайтадан бетін жауып, 5-10 минут бұқтырып қоямыз. 10 минут бұқтырылғаннан кейін еттің бетінен асырып су құямыз. Менде қайнаған су, сондықтан бұл тез қайнады. Су қайнағаннан кейін макаронымызды саламыз. Макаронды салып, жақсылап араластырған кезде кішкене бетінде су қалу керек. Егер су аздау болып тұрса, макаронды салғаннан кейін де тағы да біраз кішкене су құйып жіберсеңіз болады. Енді ары қарай күнделікті өзіңіз үйде макаронды қалай пісіресіз, дәл солай пісірсеңіз болады. Бұл макарон 12 минутта дайын болатын макарон. Сондықтан мен алғашқы 5 минутта кішкене қаттырақ қайнатып, одан кейін оттың астын басып қоямын. Макарон піскеннен кейін плитаның астын өшіріп, осылай бетіне сыр себемін, зелень себемін. Одан кейін сковородканың бетін жауып қойсаңыз, 2-3 минутта сыр езіліп, күшті болып шығады. Салмақ тастап жүрсеңізде макароннан бас тартпай, осылай дәмді қылып пісіруге болады. Егер сізге рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеле кетіңіз. Мен дұрыс тамақтану арқылы салмақ тастап жүрмін, және өзім дайындайтын әртүрлі оңай, қолжетімді ПП рецептермен бөлісемін.